адам мен ит, және қазақ не үшін үкі қанатын тағады? Адам ата жерге түсіп, мәлім уақыт өткен соң, Хорасанға түсірілген шайтан ібліс бүкіл жабайы аң хайуандарды жинап, жерде жаңа пайда болған адам жайлы сұхбат айтады. Ол оларға білесіңдер ме? Қазір жерге адам деген сұмдық жаратылыс келді. Кейін оның ұрпақтары сендерді өлтіріп, терілеріңді сыпырып алады, сендерді жейді, қырады. Сондықтан сендер адамды өлтіріп тастаңдар дейді. Аңдар шошып, адам атаны өлтірмек болды. Олардың ішіндегі ит, адам атаны көре сала, ауыз салмақ болып арсылдап келеді. Сол кезде адам ата тізерлей қалып, иттің басын сипай, бисмиллахир рахманир рахим дейді. Оны айтысымен, бисмилланың берекесінде, Алла иттің табиғатын өзгертіп жібереді. Содан ит кері бұрылып, манағы аңдардың өздеріне қарсы шабуылға өтеді. Олар қаша жөнеледі. Содан бастап, ит адам атаға дос болып, оның мал мүліктерін қорғайды, адам қызметінде болады. Ал құстардан шыққан үкі Алланың досы еді, яғни үкі әулие құс болатын. Ол тышқан жеп, адамның астығын қорғайды. Ол осылай өз әлінше адамға қызмет өтеді. Кезінде Сүлеймен пайғамбар үкіге дос болайық дейді, бірақ үкі досым Алла деп қабыл етпейді. Демек қазақ халқында үкіні құрметтеу, өлтірмеу және оның қанатын тәбәрік санау, оны әдемілік және тіл көзден сақтау үшін тағу бекер қалмаған. Оның түбі исламнан келген. Итті жеті қазынаның бірі ретінде көруде. Ықылым замандағы осындай исламдық уақиғаларға байланысты, бірақ қазіргілер оны ұмытып кетті.